Мен осы қалалық іріктеуден кейін, осы жаңа мектепке 7-ші сыныптан бастап түскеннен кейін, Майра ұстаз мені өзінің шығармашылық тобына алған болатын. Және осы шығармашылық тобына кіргеннен кейін, мен осы әдебиеттің басқа бір әлеміне түскен сияқты болдым. Өйткені Майра ұстаздың ерекше методикасының әсерінен өлеңді басқаша ұлттық тұрғыдан зерттеу сияқты көптеген методиканы өттім. Және де менің осы ең алғашқы қатысқан ғылыми жобам ол Мағжан Жұмабаевтың оқулар болатын. Ол конкурсқа қатысып, мен Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңіндегі ұлттық құндылықтарды зерттеу және соны оқырманға жеткізу арқылы шығармашылық жұмысты қорғап шыққан болатын. Жаңа Қанат айтып өткендей, Майра апайдың сол ерекше методикасымен Мәшһүр Жүсіптің өлеңдерін талдап, гигиена және денсаулық мәселесі Мәшһүр Жүсіп шығармаларында тақырыбында ғылыми жоба жаздым. Және сонымен қоса 8-ші сыныпта пәндік ғылыми жоба шығармашылық жұмыс қорғаудан қалалық кезеңнен өтіп, кейін республикаға Таразға жіберді. Одан да құр қол қайтпадық. Арнайы жүлде, диплом алдым. Кейіннен Мәшһүр Жүсіп оқуларында қалалық кезеңнен тағы да жеңіске жетіп, Павлодарға жіберді ол кезде. Павлодардан да арнайы жүлдемен қайттым.